Бүгін бастырылудың қандай зияны бар және не үшін сізге пышақ қажет болатынын айтамын. Сонымен не дейді? Бірге тамашалайық. Ана дүниемен байланыс орнату, көзге әлдебір тылсымның елестеуі, мұны әрқалай суреттеуге болады. Дегенмен бастырылудан ләззат алатындар кемде кем. Айкезбелер өңінде жүрсе, мұнда адам түсінде ояу болады. Бастырылу кезінде адамның миы ояу қалыпта, бірақ аяқ қолын, денесін қозғалта алмайды, тіпті дыбыс шығара алмайды. Денесін басқара алмау, қимыл жасай алмау адамды қорқытатын басты нәрсе. Ағылшын тілінде nightmare деген сөз бар. Мағынасы қорқынышты түс. Бұл сөздің екінші түбіріндегі mare сөзі Мария есімді ежелгі Еуропа елдерінің аңызындағы жынның атауымен байланысты. Еуропа халықтары бұл жын адамның кеудесіне отырып, қорқынышты түстерді жіберетініне сенген. Бастырылудың ең жиі кездесетін белгісі адам өзінің үстінде әлдебір күштің отырғанын, қысым жасағанын сезеді. Кейде ол адамды тұншықтырады. Ұйқы салы жайлы алғашқы жазбалар әртүрлі елдің тарихында кездеседі. Ең алғашқыларының бірі біздің заманымыздың 400 жылына сәйкес келеді. Бұл жазба көне Джоу Ли Чуньгуань атты ұйқы мен түстерге арналған кітабында жазылыпты. Әр мәдениет пен кезеңдерде қорқынышты түстерді әртүрлі атаған. Ұйқы салын зерттеушілер Брайан Шарплес пен Карл Дограми әртүрлі тілдерден бастырылуға қатысты 118 терминді жинақтаған. Жапон тілінде канашибари сөзі көзге көрінбейтін металмен байланып қалу дегенді білдіреді. Ал күрттерде маттакка жыны бар, ол түнде келіп адамдарды қылқындырады. Ал ирандықтарда бақтак, ұйықтап жатқан адамның жанында отыратын жын. Ұйқы салы немесе ұйқыдағы сал, мұның ғылыми атауы осындай. Ұйқының сал ауруы невропатолог дәрігерлердің пациенттерде анықтаған жедел ұйқының парасомния фазасындағы кең таралған түрі. Ғалымдар ұйқы салы өзге ғаламшарлықтардың сізді алып қашқаны жайлы ақпарат болу мүмкін екенін айтады. Бүгінгі таңда зерттеулерге сүйенсек, жер бетіндегі 50% адам өмірінде бір рет болсын бастырылған екен. Ал дәрігерлер оның ағзаға айтарлықтай қаупі жоқ дейді. Дегенмен жиі қайталанатын ұйқы салы адам денсаулығына, соның ішінде ұйқының дұрыс қанбауы мен күнделікті өмір тіршілігіне әсер етуі мүмкін екенін айтады. 2016 жылы мынадай қызық оқиға болған. Мәскеулік әйел өзін покемон зорлағанын айтып, шу шығарған. Иә, бұл шынымен де болған оқиға, және ол кәдімгі ойын кейіпкерін айтып отыр. Бұл оқиға ресейлік жаңалықтарды жарған. Ұйықтар алдында Pokemon Go ойынын ойнаған әйел қатты бастырылса керек. Нәтижесінде түсінде өзін покемон зорлап жатқан өте шынайы түрде елестеткен. Ұйқысынан тұра сала покемонды іздеуге кірісіп кеткен әйел тіпті полиция шақыртып арыз жазған екен. Әйел мұның ұйқы салы екен кейін бірақ түсінген. Халық арасында қорқынышты түстерден сақтану үшін пышақ жастанып жату кездеседі. Кемінде 6-7 сағат ұйықтау керек. Жатын бөлмеңіз ыңғайлы, салқын, таза болғанын қадағалаңыз. Ұйықтар алдында денені босаңсытатын жаттығулар, медитация жасаңыз. Тыныс алумен қиындықтарыңыз болса, осы проблеманы шешіңіз. Ислам бойынша түнде жаман түстер көріп бастырылмас үшін дәрет алып жату керек. Сондай-ақ аятул күрсі, Ихлас, Фатиха, Фәлақ және Нас сүрелерін оқуға кеңес береді. Бастырылуды бастан өткергенде оның жай ғана сіздің миыңызда болып жатқанын есте сақтау керек. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алда әлі талай қызықты оқиғалар мен пайдалы кеңестермен бөлісемін.